Елордамыз жаһанның назарын аударатын тағы бір халықаралық іс-шараны қабылдамақ. Бұл жолы Астанада 3-4 шілде күндері Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Елорда қонақтарды күтуге дайын, қала көшелеріндегі қозғалыс реттеліп, шаһар ішіндегі қауіпсіздікке назар аударылып жатыр. Себебі елімізге Еуразия континентінің түкпір-түкпірінен делегациялар келеді. Бұл жиынның маңыздылығы қандай? Еліміз биылғы саммитке қалай дайындалды? Шанхай ынтымақтастық ұйымының қазіргі қызметі әлемдік геосаяси жағдайдан ұтымды шешім шығаруға бағытталған. Соның ішінде тұрақты инвестициялық байланысты сақтап қалуға ерекше ден қойылып отыр. Ал жалпы бұл халықаралық ұйым 2001 жылы 15 маусымда Қытайдың Шанхай қаласында құрылған болатын. Ұйымның алғашқы саммиті Шанхайда өтті. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы алатын ерекше орны бар мемлекет. Оған дәлел еліміз бірнеше рет саммит өткізіп, ұйымның дамуына қосқан үлесі. Бұған дейін Қазақстан 2005 және 2017 жылдары Астана қаласында Еуразия континентінің түкпір-түкпірден келген мемлекеттердің басын қосқан болатын. Биылғы шара Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйым аясында қолға алынып отырған 3-ші саммиті. Биылғы алқалы жиынның тақырыбы көпжақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілікпен дамуға ұмтылу. Мұнда сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық саладағы өзекті мәселелер талқыланады. Бұл ұйым басшылары кеңесінің 24-ші отырысы. Қазір ұйымға Қазақстан, Үндістан, Иран, Қытай, Ресей, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғыз Республикасы сынды 9 мемлекет мүше. Ал Ауғанстан, Беларусь Республикасы және Монғолия бақылаушы мемлекет мәртебесіне ие. Осы жолғы саммит жаңа форматта өтеді. Себебі жиынға тағы 6 мемлекет шақырылып отыр. Осылайша Астанаға дүние жүзі халқының жартысына жуығы тұратын мемлекеттердің басшылары келеді. Олардың ішінде Қытай, Иран, Үндістан, Ресей, Түркия, Катар, Біріккен Араб Әмірлігі және тағы да басқа мемлекеттер бар. Қазіргі кезде Астананың айналасына 5 блок бекет орнатылды. Ол жерде тәртіп сақшылары кезекшілік атқарады. Басқа аймақтардан да қосымша күштер тартылады. Жалпы 8 мыңға жуық полицей қоғамдық тәртіпті бақылайды. Сондай-ақ әкімдік 2-ші шілдеден бастап мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарда қызметкерлердің 70%-ын қашықтықтан жұмыс істеу форматына ауыстыруға кеңес берді. Ал 3-4 шілде күндері балабақшалар жұмыс істемейді. Осылайша қала басшылығы көлік кептелісін азайтуды жоспарлап отыр. Биыл осындай маңызды басқосу Астанада өтеді. Елордада Қазақстан төрағалығы кезінде атқарылған істер қорытындыланады. Айта кетейік, 2023 жылдың шілдесінен бері ұйымға Қазақстан төраға болып келеді. Қазақстандағы саммиттен кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымының келесі төрағалық тізгінін Қытай ұстайды.